أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bir жерде Ahl-i Sünna олардың жағдайлары басқа бір жердегі Ahl-i Sünnaның жағдайынан көре ауыррақ болады. Бірақ олардың сауабы көбірек болады. Bir уақытта, bir заманда оқып жатыр. Жүр. Бірақ мыналарға қиыншылық көбірек болған сайын олардың сауабы көбірек болады. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адамдардың ішіндегі ең көп қиыншылыққа, бәлеге, имтиханға жолығатындар пайғамбарлар. Және олардан кейінгілер, және олардан кейінгілер дейді. Соларға ұқсағандар. Демек Аллах субханаху ва тағаладан осындай бір имтихан келіп жатыр екен, оған сабыр қылу керек. Шикаятты көп қылу керек емес. Себебі Аллахтан келген бәлені шикаят қылсаң, сен өзің сауабыңды жоғалтып қоясың. Олар бір адамдар, кеше бар еді, кеше жоқ еді, бүгін келді, ертең кетеді. Қалған нәрсе еккен дұрыс Құран сүннетке сай келген нәрсе қалады. Қалған нәрсе кетеді. Аллах айтады: "Фаамма забаду фаядхабу жуфаа, ва амма ма янфау ан-наса фаямкуту фил ард." Забад деп теңіздің көбігін айтады. Ол бекер кетеді. Адамдарға пайдалы болған су қалады. Ол не ол? Нені мақсат қылып жатыр? Аллах түсірген вахиді мақсат қылып жатыр ол жерде. Аллах айтты, пайғамбар айтты деген нәрсе ардайым қалады иншалла. Сол имам Шейхул Ислам Тайми рахимахулла айтады. Аллах субханаху ва тағала Инширах сүресінде "Урафа'на лака зикрак" дейді. Біз сені пайғамбарға айтып жатыр. Зікіріңді, дәрежеңді, құрметіңді көтеріп қойдық. Айтады, осы аятта әрбір Наби саллаллаху алейхи ва саллям сүндетін көтеруге әрекет қылып, соған себеп болған адамның нәсібесі бар. Оның зікірі құрметті болады. Ол сахабалар, табиинтер, аиммалар, Ахлу Сүнна вал Жамааттың аиммалары, соларға да осындай азар жеткен, оларды да біреулер боқтаған, біреулер ұрысқан, біреулер сөккен, біреулер мазақтаған. Бірақ Аллах субханаху ва тағала солардың зікірін қалдырды. Түсінікті ме жоқ па? Қазіргі күнге шейін қараланса да, бәрібір олардың зікірі қалып тұр. Оның терісінде Аллах айтады: "Инна шани'ака хувал абтар." Сені айыптаған адам өзі, нәтижесі жоқ адам. Осы аятта әрбір Расул саллаллаху алейхи ва саллям сүндетіне қарсы болған, өзінің ойыменен, мазхабыменен, ақидасыменен, өзінің ұстазының сөзіменен, өзінің елінің сөзіменен, өзінің атасының сөзіменен, өзінің пірқасы, таифасы сөзіменен қарсы келіп атқан адамдарда осы аятта нәсібесі бар. Ол уақыты келіп жоқ кетеді. Қаны сонша сахабаларға сөйлеген адамдар. Қанша сол төрт имамдарға, Абу Ханифа немесе Шафии немесе Малик немесе Ахмад бин Хамбал, соларға сөйлеген, соларды азаптаған адамдар қайда? Олардан кейінгі аиммалар, Шейхул Ислам Тайми рахимахулла, Ибн Қайим, Ибн Муфлих, бағанағы имам Захаби, Ибн Катир, соған ұқсаған аиммаларға тіл тигізген немесе соларды айыптаған немесе қайда қалды? Жоқ. Жел сияқты жоқ болып кетті осылай. Бірақ олардың пайдасы жерде қалды. Амма забаду фаядхабу жуфаа. Көбік бекер кетеді. Амма ма янфау ан-наса фаямкуту фил ард. Сол үшін сендерден қанша олар қаттылық қыла беретін болса, қатты тие беретін болса, сендер соншалық жұмсақтық қылып жақсы мәміле қыла беріңдер. Адамдардың көзі үшін емес, Аллах көріп тұр. Залымға Аллах уақыт беріп қояды, бекер тастап қоймайды бірақ. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инналлаха юмхилу ва ла юхмил." Аллах уақыт береді, мүмкін тауба қылып қалады шығар, бірақ бекер тастап қоймайды. Сен көріп тұрсың, олар зұлым қылып жатыр ма? Зұлымдық жасап жатыр ма? Не бір ақмақтар, жахилдерді қозғап, Ахлу Сүннаға қарсылық қойып жатыр ма? Мақсады әйтеуір, мен бір жерде естіп қалдым, айтады, анау сәләфи деген егер біреу болатын болса, оны балаң болса, айда дейді. Егер қариялар дейді, ауылыңда солай болатын болса, жиналып айдаңдар оны дейді. Аузу билла. Мұсылманның ақысы солай ма сонда? Азғантай болса да мұсылмандық деген ақымыз бар шығар? Иннамал муъминуна ихва деген бар шығар енді. Бүткіл барлығымен жақсы. Бүткіл бидат иелерімен жақсы да тек қана сәләфиді. Не қылды сонда сәләфи? Ненің алып қойды? Аршыңды алып қойды ма? Сенімен дүние таласып жатыр ма? Ақша таласып жатыр ма?
4 тартысқан мәселең бар, сонымен аспан мен жерді алып ұрамын дейсің. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون